Саламатсыздар ма студенттер? Мен Кенжебаева Жанар Мекенбайқызы, жоғарғы санатты химия пәнінің оқытушысымын. Бүгін біз сіздермен ашық сабақты өтеміз. Ашық сабақтың тақырыбы екінші топ металдарына жалпы сипаттама, кальций және магний судың кермектілігі. Сабақтың мақсаты: студенттер екінші А топша элементтеріне жалпы сипаттама жасауға, кальцийдің, магнийдің қасиеттерін, судың кермектілігін, химиялық реакция теңдеулерін сауатты жазуға дағдыландыру. Бүгінгі жаңа тақырып бойынша Менделеевтің периодтық жүйесінде екінші топтың А топшасында орналасқан элементтер олар бериллий, магний, кальций, стронций, барий және радий. Осы элементтердің ішінде адам ағзасы үшін, тіршілік үшін ең маңыздысы магний менен кальций болғандықтан біз сол екеуіне жеке тоқталамыз. Периодтық жүйеде магнийдің реттік нөмірі 12-ке тең, ядро заряды плюс 12 электрон бар. Кальций реттік нөмірі 20-ға тең, ядро заряды плюс 20 электрон бар. Кальцийдің табиғатта таралуы. Кальций көп таралған элементтердің қатарына жатады. Жер қыртысында құрамы бойынша таралу жағынан 5-ші орынға ие. Оның массалық үлесі 3,4%-ке тең. Кальций табиғатта қосылыстар түрінде, әктас, бор түрінде кездеседі. Магнийдің табиғатта таралуы, табиғатта таралуы бойынша 8-ші орында алады. Жер қыртысындағы массалық үлесі 1,9%. 200-ге жуық минералдардың құрамына кіреді. Олар карналит, брусит, магнезит, мрамор және тағы басқалар. Сонымен қатар магний табиғи жан-жануарлардың, шөптердің, өсімдіктердің құрамында кездесе алады. Байқайтын болсаңыздар, магний өсімдіктерді хлорофиллді түзу үшін ең маңызды химиялық элемент болып табылады екен. Сонымен қатар магнит, турмалин, гранат түрінде де кездесе алады. Кальцийдің қосылыстары көп жағдайда табиғи процестің әсерінен, химиялық реакцияның әсерінен олар тау жыныстарын түзе алады, болмаса үңгірлер, карсты үңгірлерді түзетіндігін көруімізге болады. Физикалық қасиетіне келетін болсақ, кальций ақ күмісті жеңіл металл. Ол ауада тез арада тотығады. Сондықтан оны тек қана керосиннің астында сақтай аламыз. Оны магний ол да ақ түсті металл, бірақ мөлдір емес. Кальцийге қарағанда оның белсенділігі төмендеу болады. Химиялық қасиетіне келіп тоқталайық. Кальцийде магнийдің химиялық қасиеттері бір-бірлеріне өте ұқсас. Сондықтан олар магнийде кальцийде жану реакциясына қатысады. Нәтижесінде оксидтер түзіледі. Магний оксиді және кальций оксиді. Келесі қасиеті галогендермен әрекеттеседі. Яғни хлоридтер түзіледі. Кальций хлориді көріп отырсыздар, магний хлориді түзіледі. Сумен әрекеттеседі. Магний сумен әрекеттескен кезде, жайлап қыздырған кезде магний оксиді және сутек бөлінеді. Егер де біз магнийді қатты қыздырып суды қосатын болсақ, онда жағдайда магний гидроксиді және сутек бөлініп шығады. Магнийдің сумен әрекеттесуі. Магнийдің ұнтағын отқа қыздырып аламыз. Оны дайын тұрған суға салсаңыз, шашырап реакцияның жүргенін көруге болады. Нәтижесінде магний сумен әрекеттесіп, магний гидроксиді және сутек бөлінеді. Магнийдің кремнийдің 4 валенті оксидімен әрекеттесуі. Ол үшін магнийдің ұнтағыменен кремнийдің 4 валенті оксидін проверкаға салып, оны кішкене қыздырамыз. Қыздырғанда одан жарқ етіп от шығады. Нәтижесінде химиялық реакция жүреді. Бірақ бұл байқағаныңыздай қатты қызып тұрған магнийді құмменен өшіруге болмайды. Реакция нәтижесінде магний оксиді және кремний бөлініп шығады. Магнийдің көміршқыл газымен әрекеттесуі. Бұл үшін борды проверкаға салып, оны штативке бекітемізді, үстіне тұз қышқылын қосып, химиялық реакция жүргіземіз. Ол арнайы аппарат арқылы көмірқышқыл газын бөліп алады. Көмірқышқыл газының түзілгендігін сіріңкені жағып, дайын болып жатқан газының үстіне салып көреміз. Егер от жанбайтын болса, ондай жағдайда көмірқышқыл газының түзілгендігін көруге болады. Ұнтақталған магнийді отта қыздырып, дайын болған көмірқышқыл газының үстіне саламыз. Сол кезде лапылдап химиялық реакцияның жүргендігін көруге болады.
Қызып тұрған магнийді көмірқышқыл газымен сөндіруге болмайды. Магнийдің оттекпен әрекеттесуі. Ол үшін калий марганец O4-ті пробиркаға салып, оны от жалында қойып біраз қыздырамыз. Химиялық реакция жүреді да, нәтижесінде таза оттек бөлініп шығады. Яғни химиялық реакциямыз қандай? Калий марганец O4-ке қосамыз оттекті. Нәтижесінде калий 2 марганец O4, марганец O2 және оттек бөлініп шығады. Алынған дайын болған оттекті пробиркада жиналу тұрады. Магнийді отқа қыздырып алып, оттекке салатын болсақ, ол жарқырап тұрып, жалын шығарып жанады. Бұл қасиетіне байланысты біз магнийді фотопленкаларды алуда қолдануымызға болады. Кальций ақ күмістей жылтыр металл. Ауада тез тотығады. Сондықтан керосиннің астында немесе шыны ыдыста сақталынады. Кальцийдің химиялық қасиетіне келетін болсақ, кальций сумен әрекеттеседі. Нәтижесінде кальций гидроксиді және сутек бөлінеді. Кальций гидроксиді тұнбаға түзіледі. Кальций гидроксиді мен сутектің қоспасын жағатын болсақ, ондай жағдайда кірпіштей жалын, қызыл түсті жалын түзіледі. Кальций ионының бар екендігін анықталынады. Кальций тұзғышқылмен әрекеттесіп келесі қасиеті, нәтижесінде кальций хлориді және сутек бөлінеді. Кальций хлоридіне біз қосымша натрий сульфатын қосатын болсақ, ондай жағдайда ол жерде тұнбаның түзілгенін байқауға болады. Бұл күнделікті тұрмыста қолданатын кальций сульфаты. Кальций өте белсенді металл болғандықтан ол гидроксид түзе алады. Сонымен қатар олар қышқылдармен әрекеттеседі. Нәтижесінде магний қышқылдар қосамыз, магний хлориді және сутек бөлініп шығады. Бейметалдармен әрекеттесіп, көріп отырсыздар, күкіртпен әрекеттеседі. Магний сульфидін, кальций сульфидін түзе алады. Фосформен әрекеттесіп, магний фосфидін түзе алады. Ең маңызды қосылыстары осы кальций мен магнийдің, ол кальций оксиді сөндірілмеген әк деп аталынады. Кальций гидроксиді формуласы кальций OH2 сөндірілген әк сүті деп аталынады. Ғаныштың формуласы кальций С4 плюс көбейтілген 2 молекулалы H2O. Алебастр, магний оксиді магнезия деп аталынады. Магний сульфаты ащы тұз немесе ағылшын тұзы деп аталынады. Магний силикаты азбест болып табылады. Бұл өнімдерді біз қайда қолдана аламыз? Магний өте жеңіл болғандықтан осы қасиетіне байланысты авиацияда, машина жасауда қолданылады. Шойын өндірісінде шойынның сапалығын арттыру үшін пайдаланады. Құрылыс материалы ретінде пайдаланады. Бағана айтып кеттік, біз азбест дедік. Азбест жылуды сақтап тұратын материал болып табылады. Медицинада дәрі-дәрмектерде қолданылады. Әшекейлі тастар алу үшін сирек металдарды алуда қолданылады. Кальций. Кальцийді сіздер білесіздер, бұл адам ағзасы үшін өте маңызды элементтің біреуі болып табылады. Сондықтан бұл бірінші медицинада болады, тіс пастасында пайдаланамыз. Сирек металдарды алуда қолданылады. Опа далап алуда косметика саласында пайдаланады. Подшипник жасауда, құрылыс материалдарында, мүсін дайындауда, жоғары сотты болат алу үшін қолданылады. Магний, бұл медицинада бағана айтып кеттік, дәрі-дәрмектер дедік, мінекей оны көріп отырсыздар. Судың кермектігі. Судың кермектігі деп біз нені айтамыз? Судың кермектігі 1 литр судағы кальций мен магнийдің иондарын айтуымызға болады. Кермектіктің өзі екіге бөлінеді. Уақытша кермектік және тұрақты кермектік деп аталынады. Тұрақты кермектікке кальцийдің, магнийдің хлоридтері, сульфаттары, нитраттар жатады. Уақытша кермектікке кальций мен магнийдің гидрокарбонаттары жатады. Уақытша кермектікті жою үшін біз оны бірінші қайнатып тұнбаға түсіру арқылы алуымызға болады. Мінекей реакция теңдеуі көрсетіліп тұр. Екіншісі, әк сүті сода арқылы химиялық реакция жасап көрсетуімізге болады екен. Студенттер, енді жаңа сабақты бекіту үшін біз сіздерді екі топқа бөлеміз. Бірінші топ кальций, екінші топ магний тобы. Сіздерге тест тапсырмалар беріледі. Осы өткен тақырып бойынша сол тапсырманы орындайсыздар. Әр сұраққа 1 ұпай қосылады. Келесі бекіту тапсырмамыз күш сынасу. Күш сынасу білегі күшті 1-ді жығады, білімді күшті 1000-ді жығады деген сияқты. Бұл тапсырмада алдыларыңызға плакет, маркер аласыздар да, бүгінгі өткен тақырып бойынша кальций тобы
кальций туралы бүкіл мәліметті дайындайсыздар. Магний тобы, магний туралы мәліметтерді плакатқа түсіресіздер. Тапсырма 5 ұпай жиналынады. Келесі, кім жылдам деген ойыны. Бұл ойында әр топқа химиялық қосылыс жазылған парақ беріледі. Ол парақта, мысалы, бірінші парақта магний оксиді, доламид, магний сульфаты. Мысалы, мынау кальций тобына арналған тапсырма. Яғни сіз осылардың формуласын жазып, қай жерде қолданатынын көрсетесіз. Шешімін табып сайысында сіздерге реакция теңдеуі беріп тұр, жүзеге асыруымыз керек. Реакция теңдеуін жүзеге асырасыздар, 5 балл. Есеп шығарамыз, дұрыс болатын болса, 5 балл қойылады. Келесі тапсырмамыз сандар сөйлейді. Яғни кальций, магнийге қатысты сандарды жинақтау, не жерде сандар берілген, соны әркім өз тобында өзіне сай элементтерге таңбаларды жинақтап көрсетеді. Сабақты қорытындылаймыз. Қорытындылау кезеңінде біз Вен диаграммасын пайдаланамыз. Кальций мен магнийдің қасиеттері, ұқсастықтар мен айырмашылықтарын сіздер Вен диаграммасы арқылы студенттер толтырып бересіздер. Үй тапсырмасы. Үй тапсырмасында екінші А топша элементтеріне жалпы сипаттама, кальций, магний, судың кермектілігі тақырыбына конспект жасаймыз. Екінші тапсырма, шығармашылық тапсырма, яғни магний мен кальцийдің адам ағзасына әсері презентация дайындау. Бағана жинаған бүкіл ұпайларыңызды бағалау парағына жазып, барлығын қорытындылап, жалпы ұпай санын көрсетесіздер. Яғни сол арқылы студенттерді бағалаймыз. Балалар, бүгінгі сабақтан жаңа тақырыпты түсіндірген кезде сіздер не түсіндіңіздер, нені ұқтыңыздар, сабақ ұнады ма? Осыны стикерге жазып, өз ойларыңызды көрсетіңіздер.